Мысалы айтады ғой, қазақ жігітіне жетпейді, қазаққа не істемей ма деген сияқты. Енді Қазақ жігітіне шығып бақытсыз болады. Балжан Бидаштың сөзі желіде дау тудырды. Танымал әнші Балжан Бидаш тағы да жұрт назарында. Ол берген сұхбатында өзге ұлт өкіліне тұрмысқа шығу тақырыбын қозғап, көпшіліктің қызу талқысына қалды деп хабарлайды. Әншінің айтуынша, қазақ жігіттеріне шыққан қыздардың арасында бақытсыз болып, көзінің нұры сөніп жүргендері көп. Көпшілік қазаққа шықпай ма деп жатады. Қазақ жігітке шығып, жылап, бақытсыз өмір кешіп жүргендер бар. Ал орыс болсын, итальян болсын, бастысы бақыт. Ең маңыздысы өзіңнің бақытты болуың, дейді Балжан. Бұған қоса ол қазақ ұлтының санының көбеюі маңызды екенін атап өтті. Қазақ жігітіне жетпейді, қазаққа не істемей ма деген сияқты. Енді әңгімелер болып жатады ғой. Кейде айтамын да, сол комментарийларда біреулер, мен құрбымның күйеуі орыс, Фаризаның да, мысалы Фариза мысалы қазақ жігітке шығады да, окей, қазақ жігітке шығады да, ол жерде ол жылап бақытсыз өмір кешеді да, енді қатты бақытты болмайды, көзінде нұр жоқ да. Ал қазір мысалы орыс жігітпен андырмеймін да, орыс болсын, итальянец болсын, басқа болсын да, ол не бақыты да, ол главный адамның өзінің жеке меншігі бақытты болу. Бұл жерде ешкім саған мына ұлтқа шықпа деп айта алмайды. Әрине қазақтың ұрпағы көп болу керек, қазақтың саны көп болу керек деген сияқты. Егер сенің басқа ұлттың адамымен әңгімең жарасып, іште шын бақытты болатын болсаң, мен оған қарсы емеспін. Бірақ егер қыз өзге ұлт өкілімен жарасып, шын бақытын тапса, оған қарсы еместігін жеткізді. Дегенмен әншінің бұл пікірі көпшілікке ұнай қоймады. Желі қолданушылары арасында тек сіздің сөзі ғой, қазақ жігітін төмендетіп отыр. Басқа ұлтқа шықсаң да, жыламайтыныңа ешкім кепіл емес. Ажырасқан адамның сөзі таусылмайды екен, деген сынды өткір пікірлер жазылды. Әлеуметтік желіде қызу талқыға түскен бұл мәлімдеме көпшіліктің ашуын тудырып, әншіні сын садағына іліктірді.